Саламатсыздар ма барлықтарыңызға? Қалай естіліп тұр екен? Саламатсыздар ма? Естіліп тұрса, көрініп тұрса, плюс сан немесе 10, естілмесе естілмеп деп жазыңызшы. Жақсы. Қош келдіңіздер. Бүгін компания Rivercoins өз үйім бағдарламасының маркетинг презентациясын өткізейік. Компания 2016 жылдың желтоқсан айының 16 жұлдызынан бастап заңды түрде Сейшел аралында тіркелінген. Компанияда бірнеше басқа бағдарламалар бар. Оның сыртында 23 ай 2019 жылы өз үйім бағдарламасы Свой дом старт бастады. Бүгінгі күнде 3 айдан енді ғана асып келеміз. Бағдарлама әрбір адамға, студент болсын, зейнеткер болсын, қарапайым жұмысшы болсын, болмаса қызметші болсын, барлықтарлы жұмысы жоқ болсын, барлықтарына да үйде кішкентай бөпесін бағып отқан жас ана болсын, барлықтарына бірдей мүмкіншілік береді. Бюджеттік, социальный, әлеуметтік бағдарлама деп есептеңіз. Халықаралық бағдарлама өз үйім. $5 мен бүгінгі күнде қазақша 2200 теңгемен бастап, сіз армандаған өз үйіңізге жетуге мүмкіншілік бола беріледі. Бағдарлама 12 үйден тұрады. Бұл бағдарлама бойынша әрбір адам қалаған мемлекеттен, қалаған қаладан, ауылдан өздері бұл бағдарламаның клондар деп есептеңіз. 3-ші үйден бастап компания сіздерге клон береді. Клон дегеніңіз не? Кімдер клондар? Клондар деген сіздің бизнес орындарыңыздың қосымша сізге табыс әкелетін. Клон сіздің командаңызды, құрылымыңызды сізбен бірге ендігі сатыға, ендігі келесі үйге жылжытуға жақсы мүмкіншілік берілетін сондай жақсы көмек. Маркетинг бойынша сіз клондар арқылы тезірек жылжып, үлкен табыс көзіне жететін сондай мүмкіншіліктеріңіз бар. Бұл программада $5 мен ғана емес, тек жедел стратегиясы тағы бар. Жедел стратегиясы бойынша сіздер келесі үйді бірден сатып алуыңызға болады. 12 үйдің бірінші үйіне кіру, ол бірінші ереже бойынша бірінші сол мақсат. Ол міндетті түрі. Келесі екінші үйді $10, үшінші үйді $30, төртінші, бесінші, 12-ші үйге дейін сіздің егерде құрылымыңызда адамдар тездетіп, өсіп, келесі үйге көшіп келе жатса, сіздің өкшеңізден басып келе жатқан жағдайда болса, сіз
келесі тұрған үйді сатып алып, сол жерден өз құрылымыңыздың барлық адамдарын қарсы алуыңызға болады. Дәл қазір $5 басталатын маркетингтің тұтас әлеуметтік жағдайын айтып түсіндіріп берейін. 12 үйден тұратын маркетинг план. Бірінші үй. Бірінші үйге сіз $5 енгізіп тіркелдіңіз. Сізге жеке кабинет беріледі. Компанияның шарты бойынша 3 кісіге ақпарат беріп, 3 кісі серіктес $5, үшінші серіктес $5 әкелген күні, 2 сомма құралып $10-ға сізге екінші үйге өтуге мүмкіндігін беріледі. Екінші үй бұл жинақтауыш, жинақ үйі. Сіздің 3 серіктесіңіз, әрбір үйде 3 бизнес орын бар. 3 бизнес орын әрбір сіздің серіктесімен толады. Сонда барлығы 3 кісі $10 мен $30-ға сізге үшінші үйге өтуге мүмкіншілік ашылады. Сіз сонымен үшінші үйге келдіңіз. Әр кісі соңынан 3 серіктестен тіркелген күні маркетинг бойынша келесі үйдің есігін ашылады. Сөйтіп, бар құрылыммен сіз үшінші үйге келдіңіз. Үшінші үйде соңыңыздан бір серіктес келген күні компания сізге $20 және 2 клон беріледі. Клондар бұл сіздің бизнесіңіздің қосымша табыс берілетін қосымша бизнестер. Клондар әрқайсысы сан ретімен бір-бірінен ажыратуға сондай мүмкіншілік бар. Егерде сіздің бизнес орныңыз, мысалы, сіздің бизнесіңіз 1 деп саналады. Клондар келгенде сіздің бизнесіңіз 2-ші және 3-ші болып сан ретінде индексімен жеке-жеке көрініп тұрады. Клондар автоматша сіздің бірінші үйдегі тұрған серіктестердің бос орындарына тіркеліп іске қосылады. Сөйтіп, сіздің серіктестеріңіз $5-ға ие болады. Кейбір серіктестіңіз тұтас жабылып екінші үйге өтуге мүмкіншілік беріледі. Клондар сіздерге құрылымыңыздың командаңызбен бірінің соңына бірі келесі үйге өтуге көмек беріледі. Екінші серіктес келеді, үшінші. Сіз үшінші үйді толық жауып, $60-ға 4-ші үйге өтуге мүмкіншілік ашылады. 4-ші үй бұл жұп саны. 4-ші үй 2-ші үйі құсап жинақ үйі деп есептеледі. Сіздің табыстарыңыз жиналып, 4-ші үйде 3 бизнес орын толған күні сіз 5-ші үйге бірден өтесіз. 5-ші үйде соңыңыздан бір серіктес келген күні компания сізге $155 табыс беріледі және 5 клон. 5 клон. Әрбір клонның құны $5-дан сізге сыйға беріледі. 5 клон тағы да сіздің бірінші үйде тұрған серіктестеріңіздің
бос орындарына бірінен соң бірі рет санымен автоматша тіркеліп іске қосылып кетеді. Бесінші үйдегі екінші серіктес $180, үшінші серіктес $180, қосындысы $360-ға компания сізге 6-шы үйге өтуге мүмкіншілік ашылады. 6-шы үй тағы да жинақ үйі. Сіздің табысыңыз жиналып тұрады. 6-шы үйде де әрбір үйдегідей 3 бизнес орын. Әр қайсысы толғанда мүмкін сіздің бизнесі партнеріңіз, серіктесіңіз келеді ме? Болмаса бұл жерге клон келе ме? Сіздің шақырған спонсорыңыз, сізді шақырған серіктес келуі мүмкін. Сондықтан әрбір үйде 3 бизнес орын толған күні сіз келесі үйдің есігін ашасыз. Сөйтіп, 7-ші үйге жеттім деп есептеңіз. 7-ші үй. Әрбір үйдің 3 бизнес орындағыдай, бірінші серіктес соңыздыға келген күні компания сізге молынан табысыңыз $1005 болады. Және 15 клон. 15 клон автоматты түрде бірінші үйге сіздің құрылымыңызға іске бірден қосылып, сіздің құрылымыңызды ендігі үйге жылжытуға мүмкіншілік беріледі. Осы үйдегі келесі 2 серіктес сізге қосындысы 2160-ға сіз 8-ші үйге өтіп кетесіз. Бүгінгі күнде 7-ші үйде біздің командамызда уже 20 шақты адам серіктес бар. Барлығы $1005 табыс тапты. Серіктестеріміздің кейбіреуі клоннан қосымша $1005 тапты. Сіз 7-ші үйге жеткенше, сіздің клондарыңыз қайра-қайра 1-ші үйде $5, 3-ші үйде $20, 5-ші үйде $155-тен, 7-ші үй сізге $1005 табыс беріледі. Маркетинг бойынша клондар қосымша табыс әкеледі және клоннан клон туады. Клондарыңыз көбейеді. 8-ші үйге келгенде бұл тағы да жинақ үйі. Бірақ та қараңыз, 8-ші үй соңғы жинақ үйі. Осы 8-ші үйді өтсеңіз, 8-ші үйдегі соңыздан 3 серіктес толса, 3 бизнес орны толған күні компания сізді 9-ші үйге өтуге мүмкіншілік беріледі. Сіз жарты жолды өттім деп есептеңіз. Енді 9-ші үйден бастап мол табыс, мол көлемінде клондар беріледі. 9-ші үй әр серіктеске өзі таңдаған үйге, пәтерге, өзі таңдаған үйге уже қол жеткізуге жақын қалды деп есептеуге болады. 9-ші үйде соңыздан бір серіктес келген күні компания маркетинг бойынша сіздің жеке кабинетіңізге бірден $6280 түсіреді. Және сізге сыйға 40 клон беріледі. 40 клон. Бұл деген сіздің құрылымыңыздың бірінші үйінде барлық адамдарға рет санымен
бірінші келіп уже бос орындарға автомат түрінде іске қосылып, енді келесі үйге есік ашуға әбден көмектеседі. 40 клон келген күні сіздің құрылымыңызда көптеген серіктестер екінші, үшінші, төртінші үйге дейін жылжып кетуі мүмкін. Екінші серіктес $6480, үшінші серіктес $6480, барлық қосындысымен сіз $12960 10-шы үйге өтесіз. 10-шы үйде де барлық үйдегідей 3 бизнес орын бар. Әрбір бизнес орын толған күні компания сізге 12-ші үйге, 11-ші үйге өтуге мүмкіншілік ашылады. Бірақ та 10-шы үйді қараңызшы. Бір серіктес соңыздан келген күні компания сізге, жеке кабинетіңізге бірден $12460 табыс және 100 клон беріледі. 100 клон. Қаншама серіктестер қуанар. Қаншама серіктестерге $5 бірінші үйде табыс түсер. Қаншама серіктестер екінші, үшінші, төртінші үйге дейін, бесінші үйге дейін жылжып кетуі мүмкін. 10-шы үй сізге көп қуаныш. Сіздің құрылымыңызға үлкен жетістік, клоннан клон туып, және мол табысқа өтуге мүмкіншілік беріледі. Сіз сонымен 10-шы үйдің әрбір бизнес орны толған күні 11-ші үйге есік аштым деп есептеңіз. Маркетинг даже нотариальный өзіңіздің пәтерді құжат жүзінде толтыра беруіңізге болады. Өйткені 11-ші үйде сіздің соңыздан бір серіктес келген күні, бұл сіздің жеке шақырған, сізбен еріп кел жатқан серіктес болуы мүмкін. Бұл және сіздің спонсорыңыздан клон келуі мүмкін. Мейлі, сіздің 11-ші үйде соңыздан бір бизнес орын толған күні компания сізге $24920 табыс және соған қосымша 200 клон беріледі. 200 клонның сізге сіздің құрылымыңыздың бірінші үйіне барлығы бірінен соң бірі бірдей автоматша іске қосылып жұмыс істейді. Қаншама адамдар жылжуына мүмкіншілік, қаншама адамдар табыс табуына мүмкіншілік, қаншама серіктесіңіз қуанышқа бөлінеді. Сонымен қатар 11-ші үйдің екінші бизнес орны толса және үшінші бизнес орны толған күні компания сізді 12-ші үйге бірден өткізеді. Сіз мінекей 12-ші үйге келдім деп есептеңіз. 12-ші үйді әр үйдегідей 3 бизнес орын бар. Егерде енді салыстырыңыз. 2-ші үй, 4-ші, 6-ші, 8-ші үйлер жинақ үйі болды. Сонда біз өзіміздің жеке кабинетімізден ақша түсіріп алмадық. Жинақ үйі болды.
Одан кейінгі басқа үйлерді салыстырыңыз. Бір серіктес келгенде уже жеке кабинетіңізге мол табыстан түсті. Ал 12-ші үйде әр серіктестен әрбір бизнес орын толған күні компания сізге жеке-жеке мол табыстан түсіреді. Мысалы, 12-ші үйден сіздің соңыздан бір серіктес келген күні компания сізге бірден $50,340 түсіреді. Ол табысты жеке шығарып алуыңызға болады. Және екінші серіктес келген күні клон келуі мүмкін. Ол да әбден мүмкін. Болмаса сіздің жеке серіктесіңіз келуі мүмкін. Екінші серіктес келген күні компания сізге $51,840 берді. Және үшінші серіктес келгенде тағы да $51,840 аласыз. Барлық саны 12-ші үйде барлық сомасы $154,020 құрады. Және бірінші серіктес келген күні компания сізге қосымша 300 клон беріледі. 300 клон қатардағы клондар сияқылды ең алғашқы үйге, бірінші үйіңізге, серіктестеріңіздің бос орындарына бірден автомат түрінде, жедел түрінде іске қосылып, сіздің құрылымыңыздың ендігі келесі үйге жылжуға әбден жақсы бір мол мүмкіншілік беріледі. Барлық адамдар бірінің соң бірі келесі үйге жылжуға 3 бизнес орын толған күні ендігі үйге бірден жылжып кетеді. Сөйтіп, бұл маркетинг бойынша сіздің бірінші ең алғашқы бизнес орныңыз ол барлық саны $200,000 жетеді. Сіз 12-ші үйге жеткенше дейін ең алғашқы бірінші бизнес орныңыз 662 клонға тең. Бұл 12-ші үйге жеткенше ол клондардан клон қаншама рет туады. Әрбір клон 3-ші үйге жеткенде 2 клоннан, 5-ші үйге жеткенде 5 клоннан, 7-ші үйге жеткенде 15 клоннан, 9-шы үйде 40 клон, 10-шы үйден 100, 11-шіден 200, әр клон 12-ші үйге жеткенде 300 клоннан қайра-қайра сізге көмек беріледі. Бұл маркетингтің осындай ерекшелігі бар. Сөйтіп, сіздің 2-ші клоныңыз, 3-ші клоныңыз, 5-ші, 20-ші әрбір клоныңыз сізге мол табыс әкеледі. Алда келе жатқан жаңа жылға дейін қаншама серіктес үлкен қуанышқа бөлініп, өз пәтерлерінің кілтін алуына тілектеспіз. Клондар осы уақыт ішінде сізге пайда келетінін ұмытпаңыз. Сіздің құрылымыңызға төменнен жоғарыға көтерілуіне көмектесетінін еш ұмытпаңыздар. Бұнда әрбір серіктес үйден үйге көшкенде мол табысқа бөлінсе, компания ол кісіге клондар берсе, клондар сіздің құрылымыңызға көмек беретінін. Сонда ерекшілігі, шелегі барын есте сақтап жүріңіздер. Бұл маркетинг бойынша жеке жедел
стратегиясын тағы да бір қарап көрейік. Егерде әрбір адам $5 тіркелем, $5 адамдарды шақырам десе, ол да үлкен жетістікке, нәтижеге әкеледі. Бірақ адам саны көбірек болады. Өзіңіз бірінші үйге кіріп, 3 кісі шақырған күні, сіздің командаңызда сізбен бірге 4 болады. Сіз екінші үйге өттіңіз, Ал әрбір адам $5 сол классикалық бюджеттік программа бойынша жұмыс істеп, $5 ғана шақырса, тағы да командаңызға 9 адам қосылады екен. Барлық сіздің командаңызда 12 адам болғанда, сіз 3-ші үйге енді жетесіз, және барлық табысыңыз $5. 12 адаммен $5 сіз $5 ғана табысқа жеттіңіз. Ал енді салыстырыңыз, жедел стратегиясы. Егерде әр кісі бірінші үйге қосымша 3-ші үйге тіркелсе, онда кіру сомасы $5 бірінші үй, 3-ші үйге $30. $35-ға бірден 1-мен 3-ке кірсе. Бұнда сізден соңыздан тіркелген адамдар сіз сияқылды тура жедел стратегиясымен 1-ші, 3-ші үйге кірсе, сіз 1-ші үйден $5, сол кісіден, сол бірінші шақырған кісіден 3-ші үйден $20 тағы табыс аласыз. $25 табыс кірді деп есептеңіз, және компания 2 клон берсе, сіздің 1-ші үйде бос орындарға 2 клон іске қосылып кетеді. Сіз уже 2-ші үйде тұрасыз. Және 2-ші адам тура осылай кірсе, сіздің 3-ші үйде тағы да 2-ші орын толады. 3-ші кісі тағы да сіз клонның астына қойсаңыз, $5 тағы қосымша табыс табасыз. 3-ші кісі ол да 3-ші үйде 3-ші бизнес орынды толтырған күні, компания сізді 4-ші үйге жылжытып бірден сонда тұрасыз. Сізде бірден 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші үй ашылып тұр деп есептеңіз. Сіздің табысыңыз $35 болды, және сізде компаниядан 2 клон, тағы да қосымша 2 бизнес орынның бар деп есептеңіз. Енді одан да жедел тағы бір стратегия. Бұл бірден 1-ші үй, 3-ші үй және 5-ші үйді бірден кірсек. 1-ші үй $5, 3-ші 30, 5-ші үй 180. Барлық сомасы $215-ға сіз бірден кірсеңіз, сіздің шақырған серіктестеріңіз сізді қайталаса, сіз бірден $180 табыс табасыз. 1-ші үйден $5, 3-шіден 20, 5-шіден 155. Сіздің табысыңыз бірден $180 болды, және компания сізге 2 клон, 3-ші үйден 5 клон, 5-ші үйден 7 клон бірден сізге қосымша 1-ші үйге бірден тіркеліп, сіз 2-шіде, 4-ші үйде де ие боласыз. Егерде сіздің соңыздан тура жедел стратегиямен сіз сияқылды, сізді қайталаймын деген адамдар болса, сіз осындай нәтижеге жетіп, бірден 6-ші үйге өтіп кетесіз. Әрбір үйдің 3 бизнес орны толса, сіз келесі үйдің есігін ашасыз. Бұл әрбір адамға мақсат емес. Бұл тура осындаймен ғана жасайым деген емес. Әркімнің қалауына байланысты. Сіз жедел стратегиямыз өзіңіз тіркелсеңіз, сіздің серіктестігіңіздің өз қалауы бар. Ол кісіде
осындай $215 бірден кіруі мүмкін. Қалау бойынша 35-ке де тіркелуі мүмкін. Болмаса, тек қана $5 мен жұмыс істеймін деген адамдар өз еркі $5 мен бірінші үйге ғана тіркеліп, солай жұмыс істеуіне болады. Әркімге өз қалауы бойынша мақсатына қалай жетем, қашан жетем деген еркі өз қолында. Осылай жедел стратегиясында қолдануға болады. Осымен маркетинг презентациясын аяқтаймын. Егерде сұрақтарыңыз бар болса, жазыңыз. Сұрақтарыңыз бар болса, жазыңыз. Сұрақ болмаса, бәрі тамаша ма, бәрі дұрыс па, бәрі түсінікті ме деп есептейміз, я? Егерде вебинарда жаңадан қосылған бізде адамдар бар болса, барлықтарына ең бірінші сұрақ туатын шығар. Тіркелу үшін не керек деген, я? Тіркелу үшін сіздің жеке логиніңіз болады. Логин деген сіздің бизнес орныңызды қалай атап қоясыз, сол сіздің есіміңіз болады. Болмаса, қандай болса да логин тауып ағылшынша жазасыз. Фамилияңыз, атыңыз, жөніңіз, телефон, қай мемлекетте тұратыныңыз, және электронный почта ол gmail.com болу керек. Компанияның шарты сол gmail.com. Маркетинг бойынша қандай шоттарға қалай ақшамызды аламыз, қалай енгіземіз деген сұрақтар мүмкін, я? Ол де әрбір адамдарды мазалайтын сұрақ. Бұл компания бойынша әрбір серіктес жеке кабинетіне электрондық кошелек. Электрондық кошелек бұл Advance and Cash, Perfect Money және Payer кошелек. Осы үш түрлі системалық электрондық кошелекті қолданамыз. Ең саламатта болыңыздар, әрбір адамның қойған мақсаттары орындалсын, осы компанияны жүрген жердеріңізде әрқашанда әрбір адамға, туыс туғандарыңызға, таныстарыңызға жүйелі интернет бойынша болсын, жеке таныстарыңызға, барлықтарыңызға айтып жүріңіз. Әр аптаның сәрсенбі күні Астана уақытымен 21:00-де қазақ тілінде маркетингті жүргіземіз. Менің есім Бибігүл болады. Әр аптаның дүйсенбі күні және жұма күні 21:00-де орыс тілінде Ксения, Бестужева Ксения өткізеді. Орыс тілінде маркетинг. Жақсы, онда сау саламатта болыңыздар.